Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын жұп-жұмсақ булочканың 4 түрлі оңай әрі әдемі әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және де лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Қантымыздың тек қана бір ас қасығын ғана саламыз. Одан кейін ашытқы, яғни дрожжи қосамыз. Менде тез көтеретін ашытқы 7 грамм қостым. Осыдан венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген сары май құямыз, және де осы жерде сәл шым-шым тұз қосып жібересіздер. Одан кейін біз осылайынан жақсылап тұрып венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Енді қақпағын жауып шамамен 10 минутқа ұстап тұрамыз. 10 минут уақытымыз өткеннен кейін бізде осылаймен ашытқымыздың көтерілгенін көруге болады. Ендігі кезекте біз қантымыздың қалған бөлігін саламыз, бір жұмыртқамызды саламыз, қайтадан венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап тұрып барлық қоспамыз біріккенге дейін араластырып алыңыздар. Енді біз келесі кезекте ұнымызды салатын боламыз. Онда мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Ұнды салған кезде біз аз-аз мөлшерден саламыз. Бірінші кішкентай бөлігін салып, осылайынан венчиктің көмегімен толықтай араласқанға дейін араластырып аламыз. Одан кейін тағы да екінші бөлігін саламыз. Осылайынан өздеріңізге қалай ыңғайлы 4 немесе 5 рет бөліп салсаңыздар болады. Сол кезде бізде қамырымыз жұп-жұмсақ, өте күшті болып шығады, және де ұнды көп немесе аз салып қоймайсыздар, өздеріңіздің мөлшері бойынша салсаңыздар болады. Мен осы булочканы жасауға менде 600 грамм ұн кетті шамамен. Ұныңыздың сортына байланысты көресіздер. Осылайынан біз венчикпен араласуға келмеген жағдайда қолымызбен жақсылап тұрып қамырымызды елеп аламыз. Осылай үстінен бастырып, қараңыздар, міне осындай жұмсақ қамыр шығу керек сіздерде. Енді біз осы қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге орап, шамамен 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. 1 сағат уақыт өткеннен кейін біз қамырымызды ашып көреміз. Міне осылайынан биік болып, жұмсақ болып көтерілуі керек. Біздің қамырымыз өте жұмсақ. Қазір алып, қамырымыздан булочкалар жасайтын боламыз. Ол үшін ұнымызды бірінші теңге 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін әр бөлігін тағы да 2 бөлікке бөліп алыңыздар ортасынан. Әр бөлігін осылайынан кішкентай бөліктерге бөліңіздер. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, булочканы қандай формада жасағыларыңыз келеді, соған байланысты өздеріңіз бөлшекке бөліп алыңыздар. Міне осылайынан барлығын мен кесіп, осылайынан дөңгелетіп алып, бетін шамамен 15 минутқа жауып қоямын. 15 минут уақыт өткеннен кейін бізде осылайынан булочкаларымыз жұп-жұмсақ, лүпілдек болып көтеріледі. Қараңыздар, қатты баспаймын, осылайынан көрсетейін сіздерге. Ең бірінші әдіске бізге осылай баклажканың крышкасы керек болады. Ортасына қойып, басып, шеткі бөліктерін пышақпен кесіп, одан кейін ұштарын міне дәл осы видеодағыдай қысып гүл жасаймыз. Ортасына мен бірінші түріне варен сгущенка қолдандым. Қазір тура осы әдіс бойынша булочканың екінші түрін жасаймыз. Міне осылайынан жасап, ортасына қазір мен джем қосатын боламын. Енді біз осы булочкаға міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Келесі булочканың түріне мен осылайынан қамырын жайып аламыз. Пышақтың көмегімен ұзынша полоска қылып кесеміз. Енді қазір мұнда ерітілген сары май жақтым. Сонымен қатар ішіне корица мен қантты араластырып салдым. Міне осылайынан орап, осылай дөңгелек қыламыз. Қараңыздар, әп-әдемі оңай форма шықты. Келесі формамыз жасайтын боламыз. 4-ші форма. Осылай қамырымызды сопақ жағып жайып аламыз. Ерітілген сары май жағып, ішіне мен корица мен қант қостым. Салмасын өздеріңізге ұнайтын қылып ауыстыра берсеңіздер болады. Осылай шеткі бөліктерін қысып, ортасын кесіп, осылайынан міне айқастырып, плетенка деп айтады, осылайынан жасап аламыз. Осындай қарапайым ғана өте оңай жасалатын 4 түрлі жасалу әдісімен бөлістім. Осындай қақпақты қолданып жасай бересіздер. Өте дәмді булочкалар болып шығады. Енді біз қазір алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Менде шамамен 40 минутта пісті. Сіздердің өзіңіздің духовкаңызға байланысты булочкалар сырғайғанға дейін пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.